Армысыздар, Қарашанақ телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай, арна тілшілерінің дайындаған ақпараттар легіне зер салыңыздар, алдымен аңдатпа. Отбасын сақтап қалу бүгінгі қоғамның ең өзекті тақырыбы. Астананың 20 жылдық мерекесі Ақсайда тойлануда. Қазіргі таңдағы ең өзекті мәселенің бірі көтерген шаңырақты ұстап қалу. Өйткені бүгін дүбірлі той жасап, араға жыл салмай, аралары бұзылып жатырған ерлі-зайыптар қаншама. Отбасы құндылығы, ер мен әйелдің арасындағы жақсы байланыс қалай орнатылады. Бүгін біз осы тақырып туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Қазақ халқы ер азаматты елдің қорғаны, бір шаңырақтың тірегі, отбасының асыраушысы деп танып, арқа сүйген. Ал қыз бала аз күндік қонақ, болашақ ана бір үйдің ұйытқысы. Ертеде жастар отбасын құрса, қартайып, үбірлі-шүбірлі болған көретедік деп аталарымыз айтып отырады. Қазір ел тыныш, заман да дамып жатыр. Тек адамдарда рухани құндылық, бір-біріне деген құрмет, мейірім азайған. Өйткені кеше ғана шаңырақ көтеріп, елдің батасын алып жатырған жастар, өкінішісі араға көп уақыт салмай, некелерін бұзып жатады. Жалпы әр мұсылман, әр қазақ баласы қандай көкейдегі сауал болмасын, шариғатқа жүгінетіні анық. Жалпы ер адам мен әйел адамның бір-біріне деген хақысы қандай? Неке бұзылмау үшін дін ислам қандай шарттарды алға тартады? Неке дегеніміз жалпы неке болғаннан кейін Аллах тағала өзінің адал еткен нәрсенің ішіндегі ең жек көретіні некенің ажырасу. Аллахта ең жек көретін ажырасу. Халал болғанмен де Аллах тағала осы халал болған ішіндегілердің ең жек көретін осы некенің ажырасуы. Енді жалпы отбасы құндылығын сақтау өте маңызды. Ерге де, әйелге де, өзінің болашақ ұрпағына да өте маңызды нәрсе. Енді қоғамда деген некенің ажырасуы қазір уақытта үлкен белең алып отыр ғой. Маңызды нәрсе, ең маңызды болған нәрсе, ер мен әйелдің өздерінің ердің өзінің ерінің міндеті бар, әйел адамның өзінің міндеті бар. Ер адам мен әйел адам өздерінің әркім өзінің міндетін дұрыс атқара білсе, онда неке берекелі, бақытты болады. Ал егер ер адам әйел адамның дәрежесіне түсіп кететін болса, әйел адам ер адам дәрежесіне көтерілетін болса, онда арада келіспеушілік пайда болып, некенің бұзылуына апарып соғуы мүмкін. Сондықтан шариғатымызда ер адам міндеті бар. Мысалы, ер адам міндеті ердің нәпақасын тауып, бала-шағасын асырау, материал жағынан ер адам жауапты отағасы ретінде. Ал әйел адам болатын болса, оның міндеті күйеуінің разылығын алу, балаларына жақсы тәрбие беру, ата-енесіне жалпы сол түскен жеріне жақсы қызмет қылып, өзінің міндетін атқару. Сол ер адам мен әйел адам бір-біріне міндетін дұрыс атқаратын болса, отбасы берекелі, бақытты болады. Өткен жылға дерекке сүйенсек, Қазақстанда заңды түрде ажырасқан жұптардың саны 51 мыңнан асқан. Британдық басылымдардың ақпарына сүйенсек, ажырасу жағынан Қазақстан әлемдік 10-қа кіреді екен. Бұл деген біздің ел, біздің ұлт үшін үлкен қасірет. Ата-ананың ажырасу салдарынан қаншама бала толық жанұяда тәлім алмай, ауыр күйзеліске тап болады. Ауданымызда алтын той, күміс той, гауһар тойларын тойлап, үбірлі-шүбірлі болып отырған ата-әжелеріміз қаншама. Солардың бірі Ақбұлақ ауылдық округіндегі Серікбай ақсақал мен Әсия әжей. Түрлі салада қызмет етіп, өмірдің қызығы мен шыжғына қатар төтеп беріп келе жатырған кейіпкерлеріміздің сөзінше, отбасын ұстап қалу үшін алдымен бір-біріне деген құрмет, тынымсыз еңбек қажет екен. Бақытты болсын, қайырлы ғұмыр берсін. Қазіргі заман өте жақсы заман. Біздің уақытымыз кішкентай. Мен өзім кішкентайдан 9 жасымда жұмыс істедім. 9 жасымда істегенмен мен бір уақыт мынау істей алмады, нетпеді, кілең жақсы істедім өзім. Сосын енді осы күнгі жастар көбі жұмыс істемейді ғой. Біздің заманымыз қиын болды. Мен 16 жаста келдім мына шалға. 16 шал емеспін ғой мен. 16-да келдім. О кісі нешеде ол? 22-де. Сол бойлай жұмыс істедім, бір уақыт жаманат істемедім. Қоғамның қасіреті болып тұрған ажырасу, некенің бұзылуы өте ауыр мәселе.
Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп, атана қызын жақтаса, бала белде, әйел жолда деп, әр отбасы баласының сөзін сөйлесе, қаншама бала зардап шегіп, ұлтқа зиян тиеді. Өйткені отбасы бұзылса, қоғам бұзылады. Қоғам бұзылса, елдің қасіретіне айналатын сөзсіз. Ендеше жас шаңырақтар бұзылмай, өнегелі отбасылардың қатары арта берсін. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы. Сәлем Астана. Осындай мерекелік құттықтаумен Бөрлі ауданының тұрғындары Ақсайда елорданың 20 жылдық мерекелік концертін атап өтті. Бөрлі ауданда ауылдық округ күні 1 шілде Ғұбайдолла Жәңгіров атындағы саябақта өтті. Өнерде бағалаушылар бұл күні концерттік бағдарламаны тамашалауға жиналды. Барлық ауылдық округтердің өнерпаздары мерейтойға арнап өнерлерін көрсету үшін келді. Шілде күні саябақ іші әнмен жүр, қуанышпен күлкіге толды. Концерттік бағдарламамен қатар ауылдық округтан келген шығармашылық ұжымдарының көрмесі өтті. Көрмеде ересектер ғана емес, балалардың қолынан жасалған бұйымдар болды. Астана қаласының 20 жылдығына арналған ауыл күніне Бөрлі ауылынан жаңағы концерттік номерлерімізді және көрмемізді әкеліп тұрмыз. Көрмеміз мұны Бөрлі ауылынан келіп тұрған. Бұл көрмеміз Астананың 20 жылдығына және ұлттық нақыштағы рухани жаңғыру барлығына арналып дайындалған көрмеміз. Көрменің авторы негізі бір кісі, Абдрахимова Гельсера деген, осы Бөрлі ауылының тұрғыны, өз сондай жаңағы қолөнерді жақсы көреді. 6 маусым күні Астананың туған күні барша еліміз бойынша кең көлемде атап өтіледі. Биыл елорда 20 жасқа толды. Астана халқымен бірге көркейіп, өсіп келеді. Астана болашақтың қаласы. Оның алдағы уақытта одан әрі гүлденіп, көркейіп асқақтай бермек. Қазақстан елінің басты ордасы, талай ізгілікті шаралардың негізгі бастамашысы, ұйытқысы бола білді. Астананың туған күнін көпшілік болып атап өту игілікті шаралар болып табылмақ. Баршаңызға Астананың 20 жылдық мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Астанамыз көркейіп, Қазақстанымыз әрқашанда биіктен көріне берсін. Елімізге әрқашан бақыт және денсаулық осылай көркеюіне тілектеспін. Астанамыз осылай көркейе берсін, тыныштық болсын. Құрметті Ақсай қаласының тұрғындары, сіздерді Астананың 20 жылдығы мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Астанамыз әрқашан жарқырай берсін. Сіздерді Бөрлі мәдениет үйінің бейірмесі Жадиарт би тобы құттықтайды. Мереке құтты болсын! Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ арнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.